Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Ал біз сіздерге бүгінгі жаңалықтарды жеткізуді жалғастырамыз. Абай фабрикасы 500 адамды жұмыспен қамтуға дайын, алайда тігінші жоқ. Фабрика тігіншілері 250-300 мың теңге жалақы алады. Абай қаласындағы атағы дүркіреп тұрған Абай тігін фабрикасы 1997 жылы банкрот болып, 6 жылдан кейін таратылды. Адвокат Нұрхан Жұмабеков 20 жыл бойы қаңырап бос тұрған фабриканы сатып алып, жұмысын қайта жаңғыртқан. Фабрикада қазір 85-ке жуық адам жұмыс істейді. Дәл қазір 500 адамға қиналмай жұмыс бере аламын. Инфрақұрылым бар. Бірақ жақын арада ешкімді жұмысқа ала алмаймын, өйткені маман жоқ. Қарағанды облысында былтыр 50 тігінші колледж бітіріп шықты. Фабрикаға 4-еуі ғана келді. Шағын ғана Абай қаласында білікті тігінші 250-300 мың теңге жалақы алады. Бұл өте жақсы жалақы. Келсе де машинаға отырса тіге алмайды. 3 жылда колледжде не үйренді? Мұны өзгерту керек, деді Абай тігін фабрикасының басшысы. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.